сөйтемізді өзіміз демалып аламыз да жаңағы сөйтемізді ары қарай жұмыс жасай береміз. Сөйтіп жұмыс жасадық. Сонда антибиотик көп салды. Сонда салған кезде мына денеге жүрмейді ғой, жамбасқа салған уколдың барлығы гематома не. Сол ненің барлығы енді не болды ғой, вена жоқ, не жоқ, антибиотик алғанбыз. Сонымен осы өнімді ішкен кезде енді молочница сияқты женский жағынан мочевойдан прям үлкен неден грибоктар түскен кезде мен айтып жеткізе алмаймын. Почти 1 сағат сайын жуынып тұрмасаңыз, енді анау қышыған кезде, зуд берген кезде енді страшно. И аппақ налет болып түскен кезде денеден грибок. Енді мен айтып жеткізе алмаймын. Кемінде где-то 1 ай, 1,5 ай сол жаңағылар шықты, содан кейін тазаланды, ұйқы да тынышталды, бәрі не болды, давление түсті, зрение, не работает с такой продукцией, да? Одан кейін цистит қатты ауырдым. Менде құм тұз болады. Цистит болып ауырған кезде зәр шығатын жер қанталап кетті, прям боль болған кезде мен айтып жеткізе алмаймын. Басына ішіп жүргеніңізде ма? Бірақ сонда да мен тоқтаған жоқпын, іше бердім. Просто арасында кішкене қатты ауырсынып не болған кезде жаңа спазмолитик ножпа или мебелин соларын сәл ішіп алдым. Ал мынау вируспен негізі бауырдың, жаңа өттің негізі ауруының барлығы вирус. Енді былай тыңдасаңыздар, вирустың гепатит Б, С, Д деп атады ғой. Сол паразит, мына кісі паразитті жақсы айтады. Сонда вирус болған кезде сіздер егер тағайындайтын болсаңыздар, мына паразит, вирус пен шөпті үшеуін не қылсаңыздар, именно сол бауырдағы нені мазамызды кетіреді, ауырсынады, шамалы ауырсыны мазамыз кетіреді. Сол кезде жаңағы спазмолитикті кішкене ішіп аласыз, бірақ тоқтамай іше бересіздер. Вечером нақсының тағайындаған уақытымен шай болушыды. Жоқ, бірінші егер действительно қас-құм жаңағыдай мен жаңа эхинококк деп айтқаным именно сол бауырда неде болады. Мен өзімнің сіңлімде эхинококк операция жасаған. Жаңағы аппақ сондай сияқты, бірақ былай бір-бірімен былай нанеларда қиыршық тас сияқты болады. Скальпель тиген кезде сықыр-сықыр етіп, сықырлайды, прям қышырлайды. Жаңағы эхинококк шығар деп тұрған себебі ауыз қуысымен қылғаннан кейін, ауыз қуыстан шығып тұрғаннан кейін, ол бауырда да, өкпеде де, қол, любой жерге, қай жерде орналасады, сол жерден ол болады. Операция жасап алып тастай береді. Енді бізде көп кездеседі да ол операция жасағанда эхинококкқа. Мен өзім көргенмін, өзім практикамда оның барлығын ұйғап. Даже құрбақаның несі сияқты да болады. Паразит деп тұрсыз ба жаңағы? Паразит, вирус и шөп. Мен эхинококк деп себеп бағалай, мен өзім эхинококк көргем. Бірақ қиыршық, ол жұмсақ та болады, андай кілегей сияқты да болады. Жаңағыдай тас сияқты да болады. Ол тас сияқты болатын ше, лечение алады ғой, лечение алған кезде анау нені қатып тастайды, қатқаннан кейін анау өзі сондай деп қалады, тас сияқты.